Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сендер жақсы көңіл күйде отыр деп ойлаймын. Сендерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы бірлігі жарасқан ел. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру. Шағын диалогке қатысу. Елімізде 1 мамыр көп ұлтты қазақ елі үшін маңызды мерекелердің бірі. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Халықтар достастығы, ынтымақ пен бірлік күні. 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған Қазақстан халықтарының ассамблеясы құрылды. Қазақ халқы бауырмал халық. Әр кезеңдерде елімізден пана іздеп келген жат жұрттардың бәрін бауырына басып, төрінен орын беріп, қандай қиын кезеңдердің өзінде бір үзім нанды бөліп жеді. Сөйтіп қаймағы бұзылмаған қазақ жері көп ұлтты мемлекет болып шыға келді. Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың өкілдері бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар, балалар? Бұл суретте Қазақстан Республикасының бірлігі күні мерекесі. Бұл мерекеде барлық ұлт өкілдері киелі қара шаңырақты тату-тәтті бірлікте өмір сүріп жатқанын тойлайды. Қазақстандағы түрлі ұлт өкілдері қалай өмір сүріп жатыр? Біздің Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Олардың бәрі тату-тәтті өмір сүреді. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ұлт өкілі, представитель нации, бірлік, единство, ынтымақ, согласие, тату-тәтті, дружно. Осы қазақстандықтарды қалай құттықтайтын едіңдер? Мен барлық қазақстандықтарды 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өз отаныма деген махаббатымды Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңімен жеткізгім келеді. 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе оттан дерем. От сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай ақ келдағы отан менен. Жарайсыңдар балалар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.